Далаға шоққа тапанан пісірдім. Нағыз ауылдың дәмі ғой. Сағынғандар бер жақындаңыздар. Қамырым да ашып қалыпты. Бірінші тезегімді алып келдім да, оны жағып шоқ қылып алдым. Тапаларымды қыздырдым. Арасында жүгіріп жүріп саморынға от жағып тастадым ғой. Саморынның шайын ішпегелі біраз болыпты. Қызған тапаларымды кесеумен алып, шоқтарын тез-тез шетке жайып алдым да, қамырымды жұп-жұқа етіп жабыстырдым. Бірінші рет істеп тұрмын. Қиын көрінуші еді, бірақ түк қиындығы жоқ екен ғой. Тек қысқа шомылғаным болмаса, айтпақшы бұл тракторист келіннің маған берген батыл тапсырмасы. Орындай алмайды деп ойлады-ау. Ауылда тұрып бұны жасай алмау мүмкін емес қой, я. Қамырды екі тапаға кезек-кезек жабыстырып пісіреміз. Саморынға отын салуды да ұмытпадым. Қараңыздаршы, қып-қызыл болып пісті ғой. Иісін айтпасам да сезіп тұрған шығарсыздар. Шіркін, балалық шаққа бір барып келгендей болдым ғой. Кезінде әжеміз осылай пісіріп, нанға майды шылап беруші еді. Сіздер ше? Майға шыланған тапанан жегесіздер ма? Одан кешкі тамағымды да жасап алдым. Ал бізге ас болсын. Ыстық тапанан мен саморынның шайы бөлек қой. Ішсең іше бергің келеді. Менің бүгінгі жасағанымды көріп, ауылға деген сағыныштарыңыз басылды ма? Батыл тапсырмасын қаншалықты дұрыс орындап шықтым. Бағалап кетіңіздер.